Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен кратон гүлінің күтімімен бөліскім келіп отыр. Назарларыңызда кратон гүлі. Бұл өте жапырақтары мынандай декоративный, өте әдемі көрік беретін керемет гүлдердің бірі. Қазір мен сіздерге анықтап көрсетуге тырысамын. Қараңыздар, жапырақтары қандай әдемі узорларымен өте көрік беретін гүл. Бұл гүл өте капризный емес, өте төзімді, жарықты сүйгіш, өте жарық жерге қойсаңыздар, осындай жапырақтары мынандай узорларын әдемі етіп шығаратын болады. Ал егер жартылай көлеңкі жерге қоятын болсаңыздар, жапырақтары узорын шығармайтын болады. Менде өте жарық жерде тұр, бірақ мына жапырақтары узорын енді беріп жатыр. Мына қараңыздар, мына жерде пигменттерін, мынандай оттенкаларын енді шығарып жатыр. Себебі бұл жаңадан шыққан жапырақтар. Мына жерде тағы да жапырақтар шығарып жатыр. Жаңа жапырақтары. Негізінде мен көп гүлдерді уценкадан, жаңағы ауырып тұрған жерінен, скидкадан, болмаса атроскадан алып, өзім өсіріп, содан кейін барып күтіммен бөліскенді жақсы көремін. Сол себепті де мен бұл кратон гүлін негізінде атроскадан алған болатынмын. Маған келген кезде мына жерде жапырақтары өте көп болды. Қараңыздар, мына жерде көрініп тұрса, көп жапырақтары түсіп қалған. Стресс алды бұл гүл атроскадан алғаннан кейін. Бұл гүл өзін жайсыз сезініп, біраз уақытқа дейін алып кете алмады. Себебі тамыры үзілген, стресс алған гүлдер осылай өзін жайсыз сезінеді. Негізінде мынандай жапырағы көп еді. Әдемі жапырақтары осындай көп еді. Мына жердің бәрі жапырақ толып тұрған болатын. Одан кейін тамыры аз болатын. Мен экранға суретін көрсетемін. Бұл дегеніміз, мына тамырлары горшоктың барлығына алып, уже өсіп, жапырақ шығаруына септігін тигізіп жатыр. Бұл гүл уже стресстен шықты деген сөз. Бұл гүлдің топырақ құрамы, менде алдында топырақ құрамы деген бар. Экранға суретін шығарып, описанияға ссылкасын қалдыратын боламын. Осы топырақ құрамын сол жерден көре алатын боласыздар. Мен кеше бұл гүлге мына жаңағыдай су құйып, ылғалды топырағы су құйып, тыңайтқыш құйған болатынмын. Тыңайтқышты су құйғаннан кейін, бір жарты сағаттан кейін құямыз. Суды құйған кезде міндетті түрде осылай қолмен тексеріп, ылғалды болса, онда құймайсыздар. Суды жақсы көрмейді бұл гүл. Суды шылқылдатып құя беруге болмайды. Кез келген гүл суды жақсы көрсін, суды жақсы көрмесін. Кез келген гүлді қолмен тексеріп, топырағы кепті ма, су талап етіп тұр ма, соны біліп барып құйған дұрыс. Сонда гүлдеріңіз әдемі болып өсетін болады. Мен кез келген жерде айтып жүремін, гүлдің жауы ол су деп. Суды құйған кезде абай болсаңыздар болды. Егер де гүлдеріңізде бір жапырақтарында бір қурау болмаса, жаңағыдай дақтар пайда болып, сарғайып жатса, қурап жатса, онда тамырында өзгерістер болып жатыр деген сөз. Ондай жағдайда тамырын ашып қарау керек. Себебі тамырында су шірт жереді. Суды ылғалдылықта тұра бергеннен кейін, егер топырағы болото болып тұра беретін болса, онда жаңағыдай грибковый ауруларға шалдығып, тамырлары шіріп, тамырында болған өзгерістер жапырағында беріледі. Тыңайтқышты 2 аптада бір беремін. Декоративті жапырақтарға арналған тыңайтқышты беремін. Өте жарық жерде тұрмаса, мынандай пигменттері болмай қалады. Мүмкін мына жерде кеш болып жатыр менде. Жаңағы узорлары шығу, бірақ шығып жатыр, бірақ кеш болып жатыр. Соған қарағанда менде тұрғанның өзінде де жаңағыдай жарық жер аз болып тұрған сияқты. Бірақ өте жақсы азанғы уақытта күн сүйетін, сондай терезенің алдында тұр, өте жарық жерде тұр. Мүмкін енді шығаратын шығар. Мына жерде енді узорларын шығарып келе жатқан сияқты. Жаңадан тағы да жапырақтарын шығарып, кез келген гүлді шоғын ауыстырып отырғызғаннан кейін стресс алса, циркон себіңіздер. Циркон мен эпиннің де менде видеосы бар. Оны экранға шығарып, ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Циркон сепсеңіздер, өз қалпына келіп, мынандай жаңадан жапырақтар шығарса, онда қалыпты жағдай жақсы деген сөз. Бұған су бүркуге болады, ылғалдылықты жақсы көреді.
Бірақтан топырағына су құйған кезде суды бүркімесеңіздер де болады. Осындай өте керемет кратон гүлі. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, мен гүл күтімін үйрететін курсым бар. Егер де сіздерге қызық болса, гүл күтімін осындай керемет етіп өсіріп, үйренгілеріңіз келсе, курсқа жазылыңыздар. Мен описанияға номерімді қалдырып кетемін, WhatsApp номерімді. Сол жақтан WhatsAppқа жазсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.